Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Назира Сұлтан Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айының соңғы 10 күндігінде қадір түні деп жатады, ал қадір түнінде тілеген тілектеріңізді Алла қайтармасын деген тамаша тілекпен мен өз жұмысымды бастаймын. Біз бүгін әрине қадір түні жөнінде мақаланы оқитын боламыз. Қадір түні қандай амал жасаған абзал деген мақаланы оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әрине, мақаланы бастамас бұрын тағы да естеріңізге сала кетейін. Менің оқуымдағы қара сөздер мен құлшылыққа қатысты мақалалар, поэзиялар сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Лайкқа лайықты құл болайық. Ендеше кеттік. Қадір түні қандай амал жасаған абзал. Қасиетті кітабымыз Құранда қадір деген арнайы сүре бар. Бұл сүре 5 аяттан тұрады. Атауы алғашқы аяттағы Лейләтул Қадір, яғни қадір түні сөзінен алынған. Қадір сөзі тағдыр, құдірет, өлшем, қадір қасиет деген мағыналарды білдіреді. Сүреде қасиетті қадір түні жайында айтылады. Алла тағала осы сүреде былай баяндайды. Біз оны Құранды қадір түні түсірдік. Қадір түні не екенін білесің бе? Алла білдірмесе қайдан білесің? Қадір түні 1000 айдан да артық. Ол түні періштелер мен рух Раббыларының рұқсатымен әр түрлі іс атқару үшін лек-легімен түскен үстіне түсе береді. Әсіресе риясыз құлшылықпен өткізгендер үшін ол түн таң бозарып атқанға дейін мейірім мен есендік түні болмақ. Осы ретте қадір түні кезінде орындалатын абзал амалдар жайы баяндап өтуді жөн көрдік. Бұл түні ауыз ашар кезінде көп дұға жасаған абзал. Ауыз ашар кезінде жасаған дұға Алланың құзырында сөзсіз қабыл болатындықтан көп дұға жасап, жаратушы Жаббар иемізден 2 дүние бақытын сұрап, күнәларымыздың кешірілуін тілеуіміз тиіс. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл жайлы 3 адамның дұғасын Алла тағала кері қайтармайды. Ол ораза ұстаушының ауыз ашарда жасаған дұғасы, әділ имам немесе әділ билеушінің жасаған дұғасы, жәбір көрген пенденің жасаған дұғасы. Расында Алла мен осы үшеуінің арасында еш пердесіз дұғалары жедел қабыл болады деген. Абдулла ибн Әмір ауыз ашар кезінде: Раббым, өзіңнің мейірімділігіңмен жалбарынып сұраймын, сенің рақымшылығың барлық нәрседен кең. Менің жасаған күнәларымды кешіре көр деп дұға ететін. Қадір түнінде Алла тағала Жебірейілге, оған Алланың сәлемі болсын, бір топ періштелермен жер бетіне түсуге әмір етеді. Сөйтіп, олар таң атқанға дейін отырып, намаз оқып, Алланы еске алып тұрған барлық мүміндерге Алланың сәлемін жеткізеді де, олармен амандасып, жасаған тілектеріне әмейін деп қосылады. Таң намазы шыққан соң Жебірейіл, оған Алланың сәлемі болсын, періштелерге: уа періштелер қауымы, өз мекендеріңе қайтыңдар дейді. Сонда олар: уа Жебірейіл, оған Алланың сәлемі болсын, Алла тағала Ахмет үмбетінің мұқтаждықтарына қандай жауап қатты деп сұрайды. Сонда Жебірейіл, оған Алланың сәлемі болсын, Алла тағала оларды өз қорғауына алып, ғафу етіп, күнәларын кешірді. Тек араққа салынған, ата-анасын сыйламаған, қарсы шығатын, туған туыстарымен араласпайтын, үнемі бауырына кектеніп жүретін адамнан теріс айналды деп жауап берді. Қадір түнінде пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқан дұғаны жасаған абзал. Бір күні Айша анамыз, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздан, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: уа Алланың елшісі, қадір түні кірген уақытты білсем, қандай сөз айтайын дегенде, Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: Аллахума иннака афун каримун тухибу әл-афу фафу анни деп айт деген.
Бұл дұғаның мағынасы мынандай: Я Раббым, расында сен өте кешірімді әрі жомартсың және кешіруді жақсы көресің. Мені де кешіре көр. Қадір түнінде көбірек Құран оқып, сауап алуға тырысқан абзал. Құран оқудың, жаттаудың артықшылығы өте көп. Соның бірі, Құран оқыған адамның жүрегін тот баспайды. Су тиген темір тоттанатыны секілді жүректі де тот басады. Ал оны тазартатын ем Құран оқу. Құран оқудың, оны жаттаудың, оған амал етудің сауабы көп болғаны секілді, оны танытудың да пайдасы мол. Алланың сөзін естіген адам жұпар иіске бөленгендей күй кешеді. Бұған қатысты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деген: Құранның мысалы аузы жабылған хош иіс судың құтысы секілді. Егер оны ашсаң, жұпар иісі аңқиды. Егер оны ашпасаң, жұпар иісі пайдаланылмай тұрады. Міне бұл өзің оқыған Құранның және оқылмай көкірегіңде қалған Құранның мысалы. Міне осындай аят хадистер біздің Құранға деген махаббатымызды, Құдайдың сөзіне деген құштарлығымызды оятады. Қадір түнінде көп намаз оқыған абзал. Намаз Алла мен құл арасындағы байланыс негізі. 5 уақыт намазды орнымен оқып, үлкен күнә жасамаған адамның кіші күнәлары кешірілетіні жайлы аяттар мен хадистер бар. Құранда Алла тағала Анкабут сүресінде: Ей Мұхаммед, саған уахи етілген кітапты оқып, намазды орында. Күдіксіз намаз арсыздық пен жамандықтан тыяды деп баяндайды. Қадір түнінде пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көп салауат айтып, оның шапағатын тілеген абзал. Алла тағала қадір түніндегі ізгі амалдарымызды қабыл етіп, өз мейіріміне бөлегей. Әмин.